Сәлем достар, сіздермен өте дәмді мынандай идеальный бауырсақтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Енді дәмінде сөз жоқ, сіздер міндетті түрде бұны істеп көрулеріңіз керек. Одан кейін тек қана осы рецепт бойынша ғана істейтіндеріңізге сөз беремін. Ең алдымен ыдысымызды алып, ішіне жылы суымызды құямыз. Мен ыдысты таразға қойып алдым. Мынау менде қайнап тұрған су. Енді осы ыстық суға мен бірінші еріту үшін маргаринімді салып аламын. Егер сізде маргариндеріңіз еріп тұрса, онда бірден жылы суға істей берсеңіздер болады. 2 қасық майонез, қажетті мөлшердегі қантымызды саламыз. Бір жұмыртқа, тұз, 20 грамм тұз кетеді бізде, сүт, жылы сүтімізді құямыз. Енді осының бәрін бір келтіріп болғанша жақсылап араластырамыз. Майымызды ертіп салсамыз да болады. Ең соңында дрожжи саламыз. Дрожжимен де пак майы араластырып аламыз. Енді жай-жаймен ұнымызды салатын боламыз. Аз-аздан жай-жай, пока қамырымыз өзімізге қажетті консистенцияға келгенге дейін салып отырамыз. Қамыр бізде жұмсақ болуы керек. Сол үшін аз-аздан салып, қамырымыздың жұмсақ қаттылығын байқап отырамыз. Рецептте 1 килограмм деп берілген, бірақ плюс-минус 200 грамм ұны кетеді. Сіздің ұныңыздың сапасына байланысты. Қамырымыз главное жұмсақ болуы керек. Пищевая пленка, пакет немесе крышкамен жауып, 40 минутқа қойамыз. 40 минуттан кейін маймен бетін қайтаратын боламыз. Қамырым бір рет көтерілді, 10 минуттан соң бетін қайтардым. Екінші рет көтерілген кезде осылай жаятын столыма май жағу арқылы жайып аламын. Бұл рецепт бойынша май жағу арқылы ғана жайыңыздар, өйткені бұл қамыр ұн сеуіп арқылы жайсаңыздар, жақсы көтерілмей қалады. Маймен жайсаңыздар, қуыратын майыңыз да қараймайды, қамырыңыз да жақсы көтеріледі. Қалыңдығын қатты жұқа қылмаймыз, 1-1,5 сантиметр қалыңдықта қалыңдау етіп жая беріңіздер. Осындай кез келген дөңгелек стакан болсын, кесіп аламыз өзіңізге ыңғайлы формада. Өзіңізге ыңғайлы үлкендікте кесіп алдым. Енді кесіп алғаннан кейін мен бұны 5 минутқа бетін жауып демалдырып қоямын. Ал мына шет-шетіндегі қамырды мен морозильникке сақтап қоямын. Сіздер жинап алып, бір 15-20 минуттай демалдырып қайттан жайсаңыздар болады, егер сол күні керек болатын болса. Майымды жақсылап қыздырдым. Қыздырғаннан кейін қамыр салатын кезде отын мейлінше жай басамын. Осылай жай ғана қуырылып тұру керек. Әйтпесе бізде іші піспей қалады. Қамырды, бауырсақты салғаннан кейін бірден келесі бетіне аударамыз. Сол кезде бізде қатты ісініп, жаңағы шарик болып кетпейді. Осылай қызарғаннан кейін келесі бетін аударып, солай-солай қуырып аламыз. Жайытта қуырамыз міндетті түрде, қыздар. Қатты жай емес, ол кезде бізде май татып кетеді. Қуырылып тұратындай, жаңағыдай қызаратындай майда қуырамыз. Міне бауырсақтарымыз дайын. Тұзы да, қанты да, барлығы тұп-тура. Бауырсақтарыңызды міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Міне өте әдемі, дәмді, жұмсақ бауырсақтар шығады.
дәмді тағамдар дайындау арқылы біз өз отбасымызға жақсы көңіл күй сыйлайтынымызды ұмытпайық.